Быйылғы жылы әлеуметтік салаға 14 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл қаражаттар медициналық әлеуметтік мекемелердің жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы орындалып, мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары да іске асырылған. Сондай-ақ жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басқа да қызмет салаларына қаржы бөлінді. Жыл қорытындысы бойынша өңірлік жұмыспен қамту картасы шеңберінде 54 мың адам жұмысқа орналасыпты. Жеке бастамалар арқылы 16 мыңнан астам жұмыс орны ашылған. Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары да қалыс емес. Биыл 12 мыңға тарта жас азаматты жұмысқа орналастыруға мүмкіндік туды. Кәсіпкерлікті дамыту жобасы бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарына 212 грант берілді. Бүгінгі таңда облысымызда 55.360 мүгедектігі бар адам тұрады. Оның ішінде 4898 мүгедектігі бар балалар. Мүгедектігі бар адамдардың 16 құралдарымен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету, жеке абилитация және 16 бағдарламалары негізінде бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылуда. Осы шараларға биыл бюджеттен 7-ден астам миллиард теңге бөлінді.